Не себеп? Бесеге. Бұл жалпы бүгін айтып отқан дүние, бұл ұлттың қасіреті. Бұл үлкен ұлттың трагедиясы. Олай дейтінім, Қазақстан қазына Бораттың киносы арқылы бір масқара болатын болса, жақында осы мына болып отқан оқиға бүкіл әлемге жайылып жатыр да, Қазақстан бір безбүйректердің мекені сияқты болып қалып отыр. Бұл ұлттың бетіне түскен үлкен таңба. Енді Абайдың бір сөзі бар беске. Кім деген жаман болса, оған замандасының бәрі виноват дейді. Виноват дейді. Яғни осы біздің қазағымыз, біздің қандасымыз. Жаңа машинадан сәбиді лақтырып жібергенде де, туалетке тастағанда, қолымен өлтіргенде, аяғын итке жегізіп кішкентай шақалақты қоқыс жәшігіне тастап кетіп жатқанда біздің қандасымыз масқара қылғанда. Енді түбегейлі түрде бір қарамасақ, қазір эмоция үстінде әртүрлі нәрсені айта беруіміз мүмкін. Бірақ осындай жағдайға жетуіне не себеп болды деген кезде біз жан-жағымызға қарайық. Біз тамаша мемлекет құрдық. Олай дейтініміз, баяғы кеңестің көрпесінің астынан шыққан мемлекеттердің біразына қарағанда бізде мемлекеттік жаңағы жүйе құрылды. Жүйені құрылғанда дәлел сол, мына кісілер келіп тоқтады, туалеттің астына тоқтады, 102-ге телефон салып жіберіп, 5 минуттың ішінде МЧСіңіз де келді, жаңа жедел жәрдеміңіз де келді. Бұл біз керемет мемлекет құрдық. Машиналы кәдімгі жүйе құрдық. Оның үстінде бір шама адам жүрегі ауыратын нәрсе. Қазақылық сақталған, дәстүріміз сақталған, Алатаудың бауырындағы оңтүстіктегі ағайынның арасына шығып отырған. Бұл қатты алаңдарлық шаруа. Бұл жай ғана қарап тастамаймыз. Бұның ар жағында не жатыр? Бұның ар жағында кешегі филологияның кітабын пәнін үйретіп жатырмыз ғой. Бұл соның жемісі. Кешегі 14 февральдағы Валентин күндерінің жемісі болуы мүмкін. Жаңа лақтырып 16 жастағы қыздың осындай жаңа баланы машинеден лақтырып жіберіп жатқаны. Я болмаса рухани осыншалық дәрежеде имансыздықтың азғындағандығымыздың көрінісі әр жерден көрініс беріп жатыр. Осыған кім виноват? Кім кінәлі? Бейсен, сен кінәлісің. Мен кінәлімін. Азаматтар кінәлі. Әй дейтін аға болмаған соң, шай дейтін қожа болмаған соң, біздің әйелдеріміз, қыздарымыз бетімен лағып кетті. Жасыратын жоқ, кейбір жерге лекция оқуға бір оқу орындарына кейде кіріп жатамыз. Кіріп жатқан кезде айылында жемайды біздің қарындастарымыз бар ғой. Сол аузында қыстырған темекісін алайын деп ойламайды. Бетіңе безірейіп қарағанда өзің кінәлі, өзің кінәлі сезінесің. Ағадан мыс кетті, бізде мыс кетті, бізде мыс кеткеннен кейін қыздан ұят кетті. Қана қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді деген сияқты. Осының кесірі осындай бір жағдайларға жеткізіп жатыр. Біз қазір оның нәтижесімен күресіп жатырмыз. Нәтижесін болдырмау үшін бұл жерде негізгі бірден бір себеп бұл отбасы құндылығы, ең бір ұлттық құндылық дәстүрдің құруы. Дәстүрдің құрылғандығының кесірінен әулеттегі құндылықтар, одан семьядағы құндылықтар, осы құндылықтардың бәрі аяқ асты болған жерде, мысал үшін қыз бала осындай бір өмірде алданып қалғанда, басқа жағдай болғанда, оның мұңшағар жақсы ақыл айтатын подружкасы жоқ, яғни досы жоқ. Оған жақсы өнеге көрсетер ананың сыйқы анау. Оған қоғамда бір жаны қиналса барып ақыл сұрайтын адамдар жоқ. Әкелік рөлден айырылып қалды. Шешелік рөлден айырылып қалды. Енді көп жағдайда қыздар осындайда жеңгесімен сырласатын, жеңгесімен ағасы күнде қырқысып атса, олар айырылысып атса, жеңге оған қайынсың деп жаны ашып қарамайды. Қарап отырсақ, бүкіл мынау ұзына бойында қазақтың ұлттық дәстүрі, қоғамдық қарым-қатынастар бұзылған кезде әр жерден қылтиып осындай сорақы нәтижелер шыға бастайды.